Жылдам ақпарат көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Келешек жүйесі қалай жинауға және қайда жұмсауға болады? 10 қаңтар күні Қазақстан Республикасы президенті келешек мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесіне қатысты заңға қол қойды. Бұл шара Қазақстан балаларына 5 жастан бастап 18 жасқа толғанға дейін елде және шетелде білім беру қызметтеріне, соның ішінде жоғары, сондай-ақ техникалық және кәсіптік білім беру қызметтеріне ақы төлеу үшін қаржы қаражатын тұрақты жинақтау мақсатына арналған. Ағымдағы күнтізбелік жылы 5 жасқа толған балаларға мемлекеттің бастапқы білім беру капиталын белгілеу 60 айлық есептік көрсеткіш, жетім балалар үшін 120 айлық есептік көрсеткіш мемлекеттен бастапқы білім беру капиталын белгілеу. Екінші деңгейдегі банктік сыйақысы немесе сақтандыру компаниясының инвестициялық кірісі жыл сайын 5 мөлшерінде мемлекеттік сыйақы төлеу көзделген. Келешек шоттардың екінші деңгейдегі банктерде және де балаларға арналған қатысушылары болып есептелетін сақтандыру компанияларында ашуға болады. Осыған байланысты ата-аналар осы шоттарды ашқаннан кейін жыл сайын балалар үшін 12 айлық есептік көрсеткіш және басқа балалар үшін 24 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ең төменгі жарна төлеуге тиіс. Мектепті аяғаннан кейін жинақталған қаражатты қалай пайдалануға болады? Колледждер мен жоғары оқу орындарында оқу пайдалануға болады. Білім беру грантын алған жағдайда қаражатты басқа техникалық және жоғары білім алуға, жинақтауды жалғастыруға және де тұрғын үй алуға пайдалануға болады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.